Қайырлы күн, Баймедиа студиясында күндік шолу. Мәжілісте өткен үкімет сағатында депутат Сайыров үкіметті мемлекеттің бюджетін тиімсіз жұмсады деп айыптап, министрліктің саясатын сылбырлыққа балады. Қазақстанның бірқатар ауылдарында ауыз су құбырлары ескірген. Ескірмегенде қайтсын, олардың кейбіреулері 50 жыл бұрын салынған. Билік таза ауыз су мәселесін қамтамасыз ету мәселесін 10 жылдан астам уақыт бойы шешуге тырысып келеді. Алайда ауыз су бағдарламасы тарихта ең көп сыналған, ең көп сынға ұшыраған бағдарлама болып қала беретіндей. Бірнеше бағдарламалар болды. Оларға бірнеше миллиард долларлар бөлінді. Бірақ нәтиже аз. Бөлінген ақшаның қайда, қалай жұмсалғанын ешкім білмейді. Құқық қорғау органдары жүздеген қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтады, құныққандарды құрықтады. Кейбір жауапты шенеуніктер бас бостандығынан айырылды. Бірақ мәселе әлі де өзекті. Шалғайдағы ауылдар мен қала маңындағы тұрғындар таза ауыз суға қол жеткізе алмай отыр. 21 ғасырда құдықтардан, ашық су қоймаларынан немесе жерасты ұңғымаларынан су алуға мәжбүр. Ауыз су мәселесі Қазақстанның ірі қалаларында да бар. Елорда маңындағы ауылдарда да ауыз су мәселесі түбегейлі шешілмеген. Депутат Сайыров өз сөзінде Ресейден су алатын Батыс Қазақстан облысын мысал етті. Сонда біз жылына бюджеттің 5 миллиард теңгесін құмға сіңгізіп отырмыз. Енді сол жаңа неде жалпақталда су қоймасын салу жобасы осыдан 10 жыл бұрын басталған, әлі аяқталған жоқ. Міне осы мәселені сіздер қашан шешесіздер? Біз қашанға дейін бюджеттің ақшасын құмға сіңгізіп отырамыз. Батыс Қазақстанда 2 су қойманы соғамыз. Ол жерде үлкен өзен, жаңа кіші өзен. Дұрыс айтасыз, мынау Ресей қаласынан, Ресей мемлекетінен біз жылда сояқа суды беру үшін келісімшартқа отырамыз, қаражат бөлеміз, береміз. Себебі басқа оның шешу жолы жоқ бүгінгі күні. Ертең анау 2 су қойманы соғамыз. Оның 2 су қойманың сыйымдылығы 50-60 миллион текше метр. А біз жылына Ресей мемлекетінен сөйерге 350 миллион текше метр алып жатырмыз. Астана қаласы әкімдігінің жанұя отбасы институтын қолдау орталығынан жік шықты. Редакциямыздан көмек сұраған Жұлдызай Әлиева аталған мекемеде тіркелген басшылардың туыстары жұмысқа келмей-ақ айлық алатынын мәлімдеді. Астана қаласы әкімімен Светлана Жакупова ханымға үндеу. Мен Алиева Жұлдызай Аяңқызы, Астана қаласы әкімдігінің жанұя отбасы институтын қолдау орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінде жұмыс жасаймын. Мен басшылық тарапынан қазір қысым көріп жатырмын. Қысым көруімнің себебі біздің мемлекеттік мекемеде 30-ға жуық адам жұмыста тіркелген, бірақ олар жұмыста жоқ. Олар жаңағы директордың туыстары, бухгалтердің подругасы, замның күйеуі, директордың орынбасарының күйеуі, сондай адамдарды тіркеп қойған. Және де мансап орталығы, управление, оларға да 1-2 адамды жіберген. Мен осы жағдайларды біліп қойғаннан кейін қудалауға ұшырадым. Мәселе тек жұмысқа келмей айлық алатындарда емес екен. Аталған мекеменің еденін жуып, еңбек ақысын ала алмай жүрген аналар да редакциямызға хабарласты. Мен Дәмеш Сойыновамын. Осы наурыз айында ақпанның 10-нан бастап осы мекемеге келдім. Бірақ ақпанның зарплатасын алдым. Наурыздың зарплатасын алған жоқпын. Апрельдің 15-не дейін жұмыс жасадым. Оны да алған жоқпын. Мен жанұя мекемесінде жұмыс істеген қол жуып 2 ай, наурыз, сәуір айында. Мен өзім көп балалы адаммын. Осы жер айлығымызды бермеді. Осы айлығымызды беруін талап етеміз. Мәселе мұнымен де бітпеді. Астана қаласы әкімдігіне қарасты жанұя мекемесіне тиесілі қызметтік автокөліктердің мемлекеттік сатып алуының өзі бір қызық. Тендерді өздері жариялайды, ұтып алатында өздері ме қалай өзі? Тексеруші органдарға бүкіл ақпаратты аузына салып беру шарт емес шығар. Тексеруге дәрмені жетсе, заң бұзушылық орын алса, құзыретіне қарай көре жатар. Бүгінгі ақпараттар легі осындай. Арнамызға жазылып тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздің де күрделі мәселеңіз болса, бізге жазыңыз. Мәселеңізді бірге шешейік.